Короче, сендерге лайфхак, жігіттер. Аккумуляторлерін қызып атса, іші сасиды ғой, білесіңдер ғой. Сасып, канализацияның еш шығады. Не істерлеріңді білмей кетесіңдер. Сол кезде үстіп қоюға болады екен. Короче, аласында минусты ажыратып қоя саласың, болды. Бірақ кей кезде өшіп қалуы мүмкін. Қайтып жалғайсың да, оталдырып аласың да. Оталғаннан соң қайтып шығарып қоя саласың. Маяққа қойып қоя саласың. Нормально жұмыс істеп тұр. Мотор бәрі. Кеше Харгосқа барғам. Сөйтіп фарасын жағып ұйықтап қалғам ғой. Сөйтіп аккумулятор өліп қалған вообще. Сөйтіп оталдырып алдым. Сөйтіп жолда келетсам бір иіс шығады. Ненің иісі деп. Сөйтсем кішкене былай ойнайды. Көп тұрып баса бұл. Енді генератордың несі тоғы жетпей жатуы мүмкін да. Генератордан доғалып отыр ғой енді прямой. Бұдан енді мен автоэлектрик емеспін, моторист емеспін. Анау күйіп кетеді, мынау бітіп кетеді деп айтамаймын. Просто өзім кеше Харгостан келгенше ана иіспен келдім да, сонымен түн жарымда осы аккумулятор іздедім, таппай қойғаннан соң не істеймін деп ойланып тұрдым да, соны ажыратып тастадым. Өзім Қапшағай жақта тұрам, қаладан пока Қапшағайға жеткенше нормальный иісі жоқ болып барды. Бүгін Қапшағайдан келдім. Қазір Құдай қаласа аккумулятор алатын жерге жақындап қалдым. Қазір сол жаққа барып аккумулятор ауыстырамыз енді. Осы лайфхакты орындай беріңдер енді. Осылай болады өкшім. Сасып ана канализацияның ішінде басың ауырып жүргеннен көріп, осылай істеп қойсаң, сасымайды да, бәле қылмайды да. Енді кішкене моторға әсер етпейтін шығар, енді генераторға, компьютерге әсер етіп қалуы мүмкін. Оны енді автоэлектрик болсаңдар айтып кетіңдер, енді көп бір ай жүруге болмайтын шығар енді. Доехатқа болады да бұл. Жетіп аласың, сасымайды, жетіп аласың, аккумуляторыңды ауыстырып аласың. Ажыратып қойғам нені аккумуляторды. Иісі шығып тұрған жоқ, нормальный. Бәрі істеп тұр. Қазір Құдай қаласа келе жатырмыз аккумулятор алатын жерге. Хотя бы доехатқа болады да бұл. Енді мен электрик емеспін, моторист емеспін, компьютершік емеспін, күйіп кетеді деп айтамаймын. Уже қанша километр, 100 километрден астам жүріп садым. Ана жерге бара салайын, мына жерге бара салайын деп. Құдай қаласа нормальный жүріп келдім, аман есен. Мұны аккумулятор ауыстыратын жеріме де жақындап қалдым. Үстіп жетіп алсаңдар болады да. Қазір Құдай қаласа аккумуляторды ауыстырып аламыз, сонымен зыңдай қайтадан жүре береміз. Енді аккумуляторлар жарамай қалған кезде үстіп қайнайды ғой. Қайнап, канализацияның иісі шығып, енді ремонттауға да болатын шығар, біреулер айтатын шығар, ремонттауға болады, ремонттай самайсың ба деп. 1-2 жыл жүріп берді, жетеді маған 1-2 жыл. Оны ремонттап тағы 1-2 ай жүруге желание жоқ. Қыс келді, тем более. Қыс келген кезде новыйын салу керек, по-любому. Құдай қаласа өзімдікі де барыс етін, тағы бір барыс сатып алдым. Алла қаласа осымен жүреміз біраз енді. Отандық өнім бұл, отандық өнімді қолдайық, осы барысты алайық. 2 жыл жүріп берген ғой маған, 2 жыл почти. Ал жігіттер, ақпарат пайдалы болса каналға жазылып, достарыңызға таратып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңызды қойып, чаттарда таратып, қазақша каналды қолдап жүріңіздер.